Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгінгі кезекті сабағымызға қош келдіңіздер. Менің атым Сұлтан. Бүгінгі сабақта біз there is, there are деген конструкциясын өтетін боламыз. Яғни бір нәрсенің бір жерде орналасқанын айтқымыз келгенде there is, there are деген конструкцияны қолданамыз. Одан кейін біз бірліктарды өтеміз. In, on, under деген. Сонымен менімен бірге болыңыздар. Бүгінгі сөздік қорды қарастыра кетейік. Мінекей. Hotels, қонақ үйлер. In a hotel room, қонақ үйдің бөлмесінің ішінде. In a hotel, қонақ үйдің ішінде. Мінекей суретте берілген. Цифрмен берілген, солардың қазір қайсысы не екен жазылған. Біріншісінде bed, төсек. Екіншісінде pillow, жастық, көпшік. Үшіншісінде бізде table, үстел. Төртіншісінде бізде lamp, a lamp, лампа. Бесіншісінде remote control дегеніміз бізде пульт. Алтыншысында a suitcase, ол чемодан. Жетіншісінде the floor, еден. Сегізіншісінде the bathroom, жуынатын бөлме. Тоғызыншысында a bathtub дегеніміз ол ванна. Оныншысында a shower дегеніміз душ. 11-шісінде a towel, 11-шісінде сүлгі, 12-шісінде унитаз, a toilet дегеніміз унитаз. Енді қазір оқылады. Осылардың артынан қайталап отырыңыздар және сөздерді міндетті түрде жазып алыңыздар дәптерлеріңізге. 3.44 1. A bed. 2. A pillow. 3. A table. 4. A lamp. 5. A remote control. 6. A suitcase. 7. The floor. 8. The bathroom. 9. A bathtub. 10. A shower. 11. A towel. 12. A toilet. Енді біз мына оң жақтағы суретті де қарастыра кетейік. In a hotel. В общем, in деген предлог ішінде деген мағына ғой. Ішінде. Яғни қонақ үйдің бөлмесінің ішінде, hotel room, және қонақ үйдің ішінде, in a hotel. Бұл жерде де цифрлармен берілген, қайсысы не екен, мен сіздерге жазып айта кетейін мағыналарын. A swimming pool, a бассейн, a spa, spa, кәдімгі spa білесіздер ғой. Hot tub, ол бізде джакузи болып табылады. Restaurant, мейрамхана, ресторан. A kitchen, ас үй. A gym, жаттығу залы. An elevator, lift. A gift shop. Gift shop дегеніміз негізінде сувенирный магазин. Бірақ қазақ тіліне аударсақ, енді оны сыйлық алатын дүкен деп айтсақ та болады. Reception. Reception дегеніміз ол reception, немесе адамдар тіркейтін жер. Қонақ үйдің алдында кіре берсең тұрады. A yard дегеніміз ол аула. A parking lot, ол парковка немесе тұраққа қоятын орын. Мінекей қазір бұл сөздердің бәрі оқылатын болады. Міндетті түрде артынан қайталап отырыңыздар. 3.45 1. A swimming pool. 2. A spa. 3. A hot tub. 4. A restaurant. 5. A kitchen. 6. A gym. 7. An elevator. 8. A gift shop. 9. Reception. 10. A yard. 11. A parking lot. Бұл сөздерді жаттап жаттығыңыздар. Содан кейін астындағы сөздерді жауып отырып,
Мына үстіндегі цифрларға қарап айтып отырсаңыздар болады. Қайсының не екенін. Бірінші тапсырма тыңдалым, бір диалог берілген. Гватемала деген жердегі Тикал National Park, национальный парк Тикал, сол жаққа қыдыруға барайын деп отыр мына пара. Сол жерден олар қонақ үй іздеп жатыр. Енді қазір біз мынаны қосамын. Қосқаннан кейін мына бос орындарды толтырып жазып отырыңыздар. Сіздерге тағы да айта кетейін, енді кіріп жатқан адамдарға бұл материалдардың барлығын сіздер төмендегі сілтеме бойынша біздің Telegram каналымыздан жүктеп ала аласыздар. Ал сонымен мұқият болыңыздар, мен қосамын, тыңдап отырып бос орындарды толтырыңыздар. 3.46. This is a good hotel. There are only 3 hotels in the park, and people say this is the best. Oh, really? Yes, it's very basic. There's electricity, but only from 6 to 10 p.m. What? Only from 6 to 10? Yes, there isn't electricity after 10. I don't know. Look, this is one of the rooms. It's nice. There are 2 beds and there's a lamp. Is there a bathroom? Yes, there is. There's a shower, too. But there isn't a TV in the room. That's okay. We can read books. Not after 10. Oh, look! There's a swimming pool. That's good. Are there any restaurants? Yes, there's one. So, do you like it? Сонымен бізде listening аяқталды. Мына бос орындарды толтырып шықты деген үміттемін. Егер де үлгермесеңіз, видеоны артқа қарай жылжытып, мынаны толтырып шықсаңыздар болады. Ал мен қазір сіздерге дұрыс жауабын берейін. Мінекей, бізде бос қалып қалған орындардың осылай толтыру керек болғанымыз. Біріншісінде This is a good hotel. There are only 3 hotels in the park, and people say this is the best. Бұл жақсы қонақ үй екен. Бұл паркта, яғни национальный паркта тек қана 3-ақ қонақ үй бар екен. Only 3 hotels. And people say this is the best. Адамдар айтады, бұны ең жақсысы деп. Ал шынымен бе? Иә дейді. It's very basic. Бұл жерде бәрі қарапайым дейді. There is electricity, but only from 6 to 10 p.m. Бұл жерде электричество, электр қуаты, бірақ кешкі 6-дан кешкі 10-ға дейін ғана дейді, 4-ақ сағат. Не? What? Only from 6 to 10? Тек қана 6-дан 10-ға дейін ба дейді? Yeah, yes. There isn't electricity after 10. Сағат 10-нан кейін электричество болмайды. I don't know. Білмейді екем онда дейді. Look, қарашы. This is one of the rooms. Мынау солардың бір бөлмесі. It's nice. Жақсы екен. There are 2 beds and there is a lamp. Бұл жерде 2 төсек пен және бұл жерде лампа бар екен дейді. Is there a bathroom? Ол жерде жуынатын бөлме бар ма дейді. Yes, there is. Иә бар. There is a shower. Ол жерде душ та бар дейді. But there isn't a TV in the room. Бірақ бөлменің ішінде телевизор жоқ. That's okay. Жарайды, ол ештеңе етпейді. We can read books. Біз кітаптар оқи аламыз дейді. Not after 10 p.m. Бірақ 10-нан кейін емес дейді. Өйткені 10-нан кейін электричество өшіп қалады ғой. Oh, look. Қарашы, there is a swimming pool. Мына жерде не бар екен? Бассейн бар екен. That's good. Жақсы екен. Are there any restaurants? Are there any restaurants? Басқа да бұл жерде ресторандар бар ма екен дейді, мейрамханалар. Yes, there is one дейді. Yeah, біреу бар екен. So, do you like it? Сонымен саған ұнайды ма дейді. Соңында біз жауапсыз қалдық. Оның жауабын қазір келесі тапсырмаларда білетін боламыз. Енді мынау D тапсырмасында бізде underline examples of there is, there are. There are конструкциясы бар сөйлемдерді белгілеп шығыңыздар дейді. Видеоны паузаға басыңыздар да there is, there are-ның бәрін белгілеп шығыңыздар. Мінекей мен белгілеп шықтым. Біріншісінде there are only 3 hotels in the park. Яғни бұл национальный паркта тек қана 3 қонақ үй бар дейді. Соны бар екенін айту үшін біз there are конструкциясын қолданамыз. Неге are? Өйткені көпше түрде қонақ үйлер.
Екіншісінде there is electricity. Бұл жерде электричество бар дейді. Яғни бар деген айтқан кезде there is қолданамыз. Неге is? Өйткені электричество ол жекеше түрде. There isn't electricity, енді болымсыз түрде isn't болады екен. Келесі there are two beds. Яғни екі төсек бар. Яғни бір нәрсенің бар екенін қайтадан айта берейін сіздерге. Бір нәрсенің бір жерде бар екенін айту үшін біз there is, there are конструкциясын қолданамыз. Осы жер is there, міне сұрау сөйлемде is алдына шығып кетеді әдеттегідей. Be етістігі is there a bathroom? Yes, there is. There isn't. There is. Are there? There is. Мінекей осылардың бәрі тексеріп шығыңыздар. Ал енді біз грамматикаға көшейік. Мінекей әдеттегідей қазір осы мысалдардың бәрі оқылатын болады. Артынан міндетті түрде қайталаңыздар. Содан кейін біз ережелерді қарастырамыз. 3.47. There's a TV. There's a lamp. There isn't a phone. There isn't a bathroom. Is there a swimming pool? Yes, there is. No, there isn't. There are two beds. There are some books. There aren't any towels. There aren't any windows. Are there any chairs? Yes, there are. No, there aren't. Мінекей оқылып шықты. Енді мына жерде қарастырайық. Мына жақ бетті. There is a TV in my hotel room. Мына сөйлемнің мағынасы менің қонақ үйдегі бөлмемде телевизор бар. Иә? Енді оның қандай сөйлеммен бірдей екен дейді. The room has a TV дейді. Бөлмеде телевизор бар. Яғни осы екеуі бірдей сөйлем деп тұр. Сонымен бір нәрсенің бір жерде орналасқанын, яғни бар болуын айту үшін there is, there are конструкциясын қолданамыз. Use there is for singular. There is дегеніміз біз жекеше түрдегі зат есімдерге қолданамыз. There are дегенімізді көпше түрдегі зат есімдерге қолданамыз. Енді бізде сөйлемдердегі реті болым сөйлемде there келеді, содан кейін is, there is. Одан кейін ары қарай сөйлем жалғасады. There is a swimming pool. Яғни не нәрсенің бар екенін айтасыз. Мысалы, бұл жерде бассейн бар. Енді сұраулы сөйлем is there a swimming pool? Бассейн бар ма? Яғни be етістігі алдына шығып кетті is. Енді there is дегенді жауап берген кезде, мысалы yes, there is деген кезде қысқартуға болмайды. Яғни бұлай істеуге болмайды. Yes, there is деп жауап берген кезде. Енді some, any дейді. Кейбір деген мағынаны білдіреді, some дегеніміз. Any дегеніміз ол да кейбір, бірақ сұраулы сөйлемде. Мысалы, there are some towels in the bathroom. Жуынатын бөлмеде бірнеше сүлгі бар. Қанша екенін белгісіз, бірақ бірнеше, бірден көп. Енді болымсыз сөйлем мен сұраулы сөйлемде ол some, any'ға айналып кетеді. There aren't any towels in the bathroom. Енді бұл сөйлем мүлде басқа мағынаны білдіреді. Яғни бұл жуынатын бөлмеде мүлдем ешқандай сүлгі жоқ. Енді сұраулы сөйлемде are there any towels in the bathroom? Жуынатын бөлмеде қандай да бір сүлгі бар ма деген мағынаны білдіреді. Some мен any'ді көпше түрде тұрған зат есімдермен қолданамыз. Егер де сіздер some'ды қолдансаңыз, how many деп қолдана алмайсыз сұраулы сөйлемдерде. Мысалы, how many books do you have десең, ол кезде some'ды қолдана алмайсыз мысалы. Сондықтан екеуі бір сөйлемде келе алмайды. How many мен some екеуі. Так, осы конструкцияның қайтадан видеоны артқа айналдырып, тағы да бір рет тыңдап жіберіңіздер, содан кейін сабақты жалғастырамыз. Сонымен мынау ең соңғы тапсырмада қарап жіберейік. Бұл екеуі осы қонақ үйде қалатын болды ма? 3.48. So, do you like it? I don't know. There isn't electricity at night, and there isn't a TV. Yes, but there's a pool, there's a restaurant,
and it's in the park. Well, how much is it? Oh, it's not very expensive. Actually, it's cheap. Really? Then I like it. Let's stay there. Сонымен дұрыс жауабы, естеңіздер, олар қалатын болыпты. Бағасы да ұнады. Сол ең соңғы қонақ үйді таңдады. Оқылым бөлімі reading, текст. Үш түрлі сурет берілген. Біз осыларды қазір мынау A, B, C-ді мынау 1, 2, 3-тің қайсына келетінін билеп шығуымыз керек. Так, сонымен оқып шығайық. Amazing hotels. Керемет қонақ үйлер. A. In an airplane. In дегеніміз ішінде, ja? In an airplane. Ұшақтың ішінде. Honecker Hotel, the Netherlands. Голландия екен. Honecker деген қонақ үй. This plane from the 1960s is now a 5-star hotel. Бұл ұшақ 1960 жылғы қазір 5 жұлдызды қонақ үй. The design is very modern and cool. Оның дизайны қазіргі таңға сәйкес, яғни современный және өте күшті дейді. There is only one room in the plane. Ұшақтың ішінде тек қана бір бөлме бар. It has a bed, 3 TVs, hot tub and a kitchen. Оның ішінде бір төсек, 3 телевизор, джакузи және ас бөлмесі бар екен. There is a very interesting view. You can watch planes take off and land at 2G airport. Терезеден өте керемет, қызықты көрініс болады дейді. Сіз самолеттардың ұшып кетіп жатқандарын және қонып жатқандарын take off деген ұшып кету, land дегеніміз қону, 2G airport, аэропорт. 2G аэропортынан ұшып кетіп жатқан, қонып жатқан ұшақтарды көрсеңіздер болады дейді. However, the hotel doesn't fly. Бірақ та қонақ үй ұшпайды дейді. Location, орналасқан жері 2G the Netherlands. 2G деген жерде Голландияның number of rooms, бөлмелер саны біреу, price $470, $470. Оны біз бірден айтсақ болады, ол бізде үшінші сурет. On a mountain, таудың үстінде. Hakone, Jinyu, Japan. Өзі аттары енді жапонның тілінде несі ғой? Қиындау екен. Relaxing hotel with beautiful views of the mountains. Тауға қарай қарайтын көріністермен өте демалуға, рахаттануға болатын қонақ үй дейді. There is a swimming pool and a traditional Japanese spa called onsen. Бұл жерде бассейн бар дейді, және де традиционный жапондық спа бар дейді. Оның аты, спаның аты onsen деп аталады дейді. Every room has a hot tub, but there isn't a TV and there aren't any beds. Әрбір бөлменің ішінде every джакузи бар дейді, бірақ телевизор жоқ, және төсектер жоқ екен. You sleep on a futon, a traditional Japanese mattress. Сіз жапонның традициондық, яғни ұлттық жапонның матрасының үстінде ұйықтайсыз дейді. Futon деп аталады. You also wear traditional Japanese clothes and eat a traditional meal. Сіз сондай-ақ жапонның ұлттық киімдерін киесіз дейді, және де ұлттық тамағын жейсіз дейді. Children and families are welcome. Балалар мен отбасыларды күтеміз дейді. Location Miyanoshita, Japan деген жерде екен. Орналасқан жер. Number of rooms 20 бөлме. Price $365, $821 дейді. $821. Так, $365-дан $821 дейін. Бұл бізде қайсы деп ойлайсыздар? Әзірге түсініксіз болып жатса, үшіншісін оқып көрейік. Under the ground. Under дегеніміз астында. In дегеніміз ішінде. On дегеніміз үстінде. Under дегеніміз астында. The ground. Жердің астында. Hobbit Hotel, New Zealand. Hobbit қонақ үйі, Новая Зеландия, Жаңа Зеландия. New Zealand is famous for Peter Jackson's Lord of the Ring movies, and the Hobbit Hotel looks just like the houses in the movies дейді. Жаңа Зеландияның атақты Питер Джексонның Сақиналар әміршісі деген кино бар ғой, Lord of the Rings, Властелин колец деген кино, movies деген кинолар. Жаңа Hobbit деген қонақ үй тура сол кинодағы үйлерден аумайды дейді.
The rooms are under the ground. Бөлмелер жердің астында. But there are windows with pretty views дейді. Және олардың терезелері бар, сондай жақсы виді бар дейді. It's great for families. Отбасыларға өте керемет. 6 people can stay in a hobbit house. 6 адам осы хоббит үйінде тұра алады. There is a kitchen and a TV. Ішінде ас үйі мен телевизор бар дейді. Орналасқан жері location Waitomo, New Zealand. Сол жерде орналасқан. Number of rooms 2 in the Hobbit motel 10 total дейді. Барлығы 10 тал бар екен, 10 бөлме. Price бағасы $200. Сонымен бізде сурет, мына жерде символ жапондық, мына Жаңа Зеландия, мынау голландиялық. Мына тапсырмаға көшейік. Мынаның бәрін оқып сіздерге аударып шықтым. Енді сөйлемдер берілген. A, B, C қайсы қай жерге сәйкес келеді? Мысалы, there is a kitchen in the room. Бізде мынау самолеттің ішінде бар, ас үй, және де бізде мынау хоббиттің үйінде бар. Сонымен B-да жоқ. Галочка осы екеуіне болады. Қалған сөйлемдерді оқып, осылай белгілеп шығыңыздар. Сонымен бізде дұрыс жауаптар осылай болады екен. Екіншісінде it's a very traditional hotel. Бұл ұлттық қонақ үй дейді. Өте ұлттық. Ол бізде қайсысы болды? Әрине мына жапондық болды. Ішінде жапондық киім киесіз, жапондық тамақ ішесіз, жапондық матрастың үстінде ұйықтайсыз. Үшіншісі it's a good place for families. Отбасыларға өте керемет жер. Ол бізде B мен C. Өйткені бізде жазылды мына жақта children and families are welcome. B-да. Ал C-да жазылды it's great for families. Сонымен хоббит пен мына жапондық гостиница. Төртіншісі there are good views. Ол үшеуіне де тән. Үшеуінде де айтылып кетті. Терезеден өте керемет көріністер орын алады деді. Керемет вид деп айтты. Бесіншісінде swimming pool. Бассейн тек бізде жапондық гостиницада болды. Алтыншысында TV, телевизор қай бөлмелерде болды? Ол мына самолеттің ішінде болды. Және де үшіншісі бізде мына Жаңа Зеландияда болған екен, хоббиттің үйінде. Pronunciation. Қазір мына 3 дыбыс осылардың бәрі оқылады. Соның артынан қайталап шығыңыздар. 3.49 Chair, air, there, where, very, airport, Ear, ear, here, we're, year, near, boy, oi, enjoy, toy, toilet. Біз мына тапсырманы орындайық. Мына there is, there are дегенді жаттығу үшін мына сөздер берілген. In your classroom, in your school. Мінекей мынау сенің сыныбың ішінде, мектептегі. In your school сенің мектебің ішінде. Енді былай істеуіміз керек. There is немесе there isn't, there aren't деген қолданып төменге жазып шығыңыздар. Мысалы, сыныптың ішінде. There is a board, бар ғой, тақта бар. There is a window, there are windows. Мысалы, келесі, there is a table, there isn't a TV деген сияқты осы сөйлемдер құрастырып шығыңыздар. Мына сыныпқа байланысты 3 сөйлем, мектепке байланысты 3 сөйлем, өздеріңіз ең бастысы бұл жерде конструкцияны қолдану. Мысалы, there isn't a swimming pool деген сияқты комментарийға сөйтіп 3 сөйлемнен 6 сөйлем төменге жазып кетіңіздер. Міндетті түрде. There is, there қолданып. Сонымен in дегеніміз ішінде, under дегеніміз астында, on дегеніміз үстінде. Бұлардың бәрі міндетті түрде жазып алыңыздар. Енді сол мынандай сөйлемдер құрастырыңыздар. Мына суретті көрдіңіздер ғой, 6 сурет. 6 суреттің ішінде бізде барлық жерде пульт берілген, пульт. Біреу жерде, біреу үстелдің үстінде, чемоданның ішінде, төсектің астында, және де жастықтың астында, телевизордың үстінде. Соны сіздер былай айтыңыз керек. Where is the remote control? Яғни пульт қай жерде? Сіз it's-ті қолданасыз, it's, мысалы, on the TV, телевизордың үстінде. It's on the table,
үстелдің үстінде деген сияқты бүткіл алтауына жазып шығыңыздар төменде комментарийға міндетті түрде. Сол кезде сіздер in, under, on дегенді under мысалы underға мысал келтірсек, under the pillow, it's under the pillow, жастықтың астында. Үш предлогты жаттығу үшін осы 6 сөйлемді құрастырып шығыңыздар және комментарийға жазып кетіңіздер міндетті түрде. Ал достар, сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.